Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бәрінен жасырын ұстау керек 5 нәрсе туралы болмақ. Бүгінде көп адам өзінің жеке өміріне қатысты нәрсені ашық айта береді. Дегенмен көре алмаушылық, өсек сынды артық нәрселер де осылай жеке ақпаратты ашық талқылаудан шығады. Психологтар бәрінен мына 5 нәрсені жасырын ұстауды ұсынады. Сонымен бірінші, бәріміз білетіндей жоспарлар мен армандар. Кейде жоспарларымыз ішімізге сыймай бөліскіміз келеді. Сондай сәтте психологтар өзіңізді ұстауға кеңес береді. Егер жоспарыңызды қатты айтқыңыз келсе, онда оны орындалған мақсат арман ретінде көрсетуді ұсынады. Жоспарды айтып қойған кезде, оны орындауға деген талпыныс бірден азайып кететінін айтады. Екінші, денсаулық. Дәрігерлер мен ауруханалар туралы әңгімелер әдетте адамдарды алшақтатады. Ауруханадағы тексеріс туралы егжей-тегжейлі әңгімелесушіні ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Сұлулық үшін жасалатын процедуралар құпия болып қалғаны жөн. Үшінші, негативті ойлар мен сәтсіздіктер. Бұны тек жақын адамға айтыңыз. Алыстан араласатын, енді танысқан адаммен бұндай мәселені талқылаудың мүлдем қажеті жоқ. Төртінші, қайырымды істер. Жасаған жақсылықты айтуға болмайды. Айтқанның өзінде қайырымдылықты бөліскен жөн, бірақ мақтануға болмайды. Мақтаныш сезімі жасаған жақсылығыңызды жоққа шығарады. Және де бесінші, жеке өмір. Жеке өмір соның ішінде төсек әңгімесін біреумен талқыламаңыз. Ол сіз бен серігіңіздің жеке өмірі. Оны өзгелермен бөлісу, өзіңіздің жеке шекараңызды бөлісу болып саналады. Осымен достар, бүгінгі видеомыз сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Өз ойларыңызбен видео астында бөліссеңіздер болады. Келесі кездескенше достар.